избиратели, кандидатов. Я вам закон разъяснил. В этой связи прошу вас подчиниться требованиям закона. Это только в Темиртау, что ли, такие полицейские? Я Самат Саятович. Да. Я вам предупредил, спасибо вам. Осы мына Теміртау акиматы бізге осындай кедергі жасап, мына полиция Армысыздар, мінекей қараңыздар. Көшені сапарып жүр. Дәл әкімшіліктің алдында. Кедергі болма, кедергі. Қазақ кедергі жасап. Біздер мінекей кандидатов. Своих провластных кандидатов, то же самое Шурай, Бердангар, потом еще какие-то там всякие партии проводят такой на митинг. Үміткер. Енді соған, міне, бізде мына жерде халықпен кездесу өткізбекші едік. Қарайтын Ержан мінекей Астана қаласынан Теміртау қаласына келіп отыр. Енді мына жерде бізге өте үлкен кедергі жасап отыр. Митинг жасабасыңдар. Митинг емес, бұл кездесу. Депутаттыққа үміткер адамның өзінің сайлаушыларымен кездесуі. Бұл конституциялық сайлау заңында бар. Енді қараңыздар ағайындар. Не істеп жатыр? Бұл енді біздің әділдік бар ма бұнда? Мына қара. Мына жер тазалап алып. Тағы бір-екі ауыз айтып берсеңіз, не қалай қарайсыз енді, мінекей. Мынау әкімшіліктің осындай жасап жатқанына. Бізге айтады, митинг жасабасыңдар, сендер алдын ала 10 күн бұрын ескерту керек едіңдер дейді. Ойбай, кешеден бері саламатсыздар, мен Досқараев Мейіржан. Осы 19-шы сайлау округінің мәжіліске үміткерімін, депутаттыққа. Енді мынау Теміртау қаласының әкімшілігінің алдында алаңға келіп, осы жерден сайлаушылармен кездесу өткіземіз дегенбіз. Бірақ енді мыналардың істеп жатқанын қараңыздар. Техниканы лайда жүргізеді. Міне келе жатырмын. Мынаға шашып, не істеп жүрсің? Әкімнің орынбасары келіп, бәрімізді қорқытып, енді сендер мына жерден митинг өткізіп жатсыңдар, бәріңе сендерге біз заң жүзінде шара қолданамыз деп. Енді қорқытқаны, енді не істейміз? Енді бұл жерді әкімшілік сатып алған жоқ қой. Бұл халықтың алаңы. Бұл жер мемлекеттікі. Әкімшіліктің егер жері болса, әкімшілік айтсын, мынау біздің жер, кетіңдер деп. Онда ешқандай ешнәрсе жоқ. Міне қараңыз, мына жақтан да техника, мына жақтан да техника. Мінекей техника келе жатыр. Тура бізге келе жатыр. Жасап жатқан заңсыздықтары мына. Үсті басымызға мына үстіне бүкіл қоқыстың бәрін бізге шашып кетіп жатыр. Мына әдейі істеп жатыр міне. Қайда орай жатсың? Қайда орай? Қайда орай? Тоқтат ма? Мінекей, ағайындар, біздегі әділ сайлаудың сыйқы осы міне. Санаулы ғана. 2019 жылдан бері осы билікпенен өзінің үлесін қосып, күресіп жүрген адам, Досқараев Мейіржан. Осындай адамдар өте аз, бірақ та мінекей бізге үлкен кедергілер болып жатыр. Негізі бұл жерде қандай да бір ескерту жасалу керек пе еді? Бұл сайлау емес пе? Сіз депутаттыққа түсіп жатырсыз, митинг жасап жатсыз бәлде? Енді бұл жерде заңды бұлардың бұрмалағаны болып тұр. Бізге заң, қайсы заң? Біз сайлау туралы заңға бағынамыз. Сайлау туралы заң бойынша біз үгіттеу және де сайлаушылармен кездесу біз осы жерде өткізуіміз қалаған жерде өткіземін мен. Оған ешкімнің рұқсаты керек жоқ. Мен халықты митингке шақырған жоқ. Мысалы мен жаңағыдай